Сәлем, достар. Бұл жалғыз деңгей көтеру анимесінің мангасы. Мангамыздың басында бір құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатқан жерде ең төменгі деңгейлі бір портал пайда болады. Және бұл порталда жабу үшін аңшылар келеді. Сол аңшылардың ішінде біздің басты кейіпкеріміз Сон Жину да бар еді. Оны порталға бірге кіретін басқа аңшылар көріп, сен де келдің ба деп, оны жақтырмай қарайды. Айта кетсек, порталдарға кіру үшін бір ғана аңшы жеткіліксіз. Кем дегенде 7-ден 8 аңшы бірлесіп немесе ірі аңшылық топтар кіреді. Сәлеметсіз бе? Мен кофе ала аламын ба? О, Сон Жину аңшы екен ғой. Кешіріңіз, кофе мен шай таусылып қалыпты. Ай, кофе де жоқ. Бүгін шынымен сәтсіз күн болды. Ау деп ойлап тұрып қалған кезде. Жину, сен тағы да жарақат алдың ба? Деп сарғылт шашты сүйкімді қыз шыға келеді. Бұл қыздың аты Джоуфи. Айта кететін жайт, порталдардың жабылуы үшін оның ішіндегі құбыжықтарды, жын шайтандарды өлтіріп, порталдың ішін тазалау керек. Осылайша біздің аңшыларымыз порталды жабу үшін онда шабуыл жасауға кіріп кетеді. Порталға кірген бетте, біздің Сон Жину қатты жарықтанып қалады. Кешірім өтінемін. Сенің кешіріміңді естігім келмейді. Мен жай ғана сені алаңдаймын. Сенде аңшылықтан бас тартпауға бір маңызды себеп бар ма? Жоқ. Мен жай ғана қызық үшін, ермек үшін аңшы болғанмын. Әйтпесе ішім пысып, өліп кететін сияқтымын. Сонда сен қызық үшін өз өміріңді қатерге тігіп жүрсің ба? Қатты күлме, жарақаттарың ашылып кетеді. Шынын айтсақ, біздің Сон Жиноудың мамасы ауыратын. Осы порталдарға кіріп, алған сыйақысына ол анасының емделу ақысын төлейтін. Оның үстіне бір қарындасы бар еді. Соның оқу ақысын да өзі өтейтін. Осылайша біздің аңшылар порталдың ішін толық тазалап біттік деп қатты қуанып тұрған кезде, порталдың ішінде тағы бір портал, яғни қақпа бар екені анықталды. Бұл миллионда бір рет қана кездесетін, өте сирек болатын екі қабатты портал еді. Екінші порталға кіреміз бе деген сұраққа дауыс беріліп, нәтижесінде кіруге шешім қабылданды. Жиху кіргісі келмесе де, біздің Сон Жину кіруге шешім қабылдайды. Оның кірмей қалуға амалы болмады. Мені кешірші. Не үшін? Сен мен кіргеннен кейін мені емдеу үшін кірдің ғой, солай ма? Осы кезде Жиху қатты ашуланып кетеді де, оған былай дейді. Сен жаңа ғана сәл тереңірек жарақат алғанда, жүрегіңде тесік пайда болып, өлімнің дәл алдында тұрар едің. Сондай жағдайда да сен екінші порталға кіргің келді ме? Осылайша ол өз ызасын барынша көрсетеді. Сөйтіп, аңшылар қақпаға кіреді. Кірген бетте, жан жақта көкпен-көк жалындар жанып тұрады. Олар түрлі ескерткіштері бар үлкен бір сарайдың ішіне тап болады. Сарайдың дәл ортасында алып бір ескерткіш тақта отыр. Аңшылар оны осы сарайдың ханы шығар деп ойлайды. Ал бір бұрышта қолында жазуы бар тақтай ұстаған тағы бір ескерткіш тұр. Тақтайда былай деп жазылған еді. Бұл сарайдың ережелері. Бірінші әміршіге бас и, екінші әміршіні мадақтап ән шырқа, үшінші адалдығыңды дәлелде. Ережелерді орындамағандар ешқашан тірі қалмайды. Осы жазуды оқып тұрған кезде Жухи Жинудың жеңінен тартып, ой, қараңдар, жаңа ана ескерткіштің көзі бізге қарап тұрды дейді. Дәл сол сәтте есік тарс етіп, өте қатты жабылады. Осы кезде бұлшық етті, ірі денелі бір жігіт. Мұнда кіргеніміз үлкен қателік болды. Мен кетемін бұл жерден деп, есікке қарай ұмтылады. Бірақ ол есікке жақындаған сәтте, есіктің екі жағында тұрған ескерткіштер қозғалып, көз ілеспес жылдамдықпен оның басын шауып түсіреді. Сол сәтте Жину артына жалт қарайды. Ал сол кезде оларға тақта отырған үлкен ескерткіштің тесіле қарап тұрғанын байқап қалады. Жину барлығына, бастарыңды еңдер деп айқайлап ескертеді. Сол кезде онда отырған алып ескерткіштің көздерінен лазер шығып, барлық кірген аңшылардың жартысын жайратып тастайды. Осы сәтте бұл топты бастап жүрген топ басшысы Шивол деген аға барлығына, ешкім қозғалмасын, қозғалғандардың барлығы өліп жатыр дейді. Сол кезде басшысының қолының кесіліп қалғанын байқап қалады. Жину ескерткіштің қолында жазылған ережелерді еске түсіреді де, барлығына, ережелерге бағынбасақ, өлеміз, тезірек ескерткішке бас иіңдер дейді. Осылайша барлық аңшылар бас иген кезде ол ескерткіштің жүзіне күлкі үйіріледі. Сосын ол орнынан тұра бастайды. Сол кезде Жину, енді екінші ережені орындауымыз керек дейді. Екінші ережеге өтіп, бір ұзын шашты жігіт мойнынан тұмарын шығарып, христиандық табынуын жасай бастайды. Сөйтсе де ол әміршіні мадақтап, ән шырқамағандықтан, ескерткіш оны мұжып тастайды. Бұл мезетте барлық ескерткіштерге жан бітіп, ондағы аңшыларды шетінен қыра бастайды. Ал Жину Жихоны қорғауға тырысып, аяғынан айырылып қалады. Жихо болса Жинуға, тоқта, мен сені міндетті түрде емдеймін деп ұмтылады. Бұл жеткіліксіз ғой, енді емдемесең де болады дейді. Жихоның да әлі құрып, мұрнынан қан кете бастайды. Сол сәтте, ана үлкен ескерткіш ортаға құрбандықты қалдырып кетуге арналған орынды шығарып қояды. Үшінші ереже, яғни адалдығыңды дәлелде. Бұлардың ішінен біреуі осында қалып кетуге мәжбүр болады. Сосын барлығы жиналып, құрбандық шалатын орынның жанына келіп тоқтаған кезде есіктер ашылады. Сол кезде Жину, өзің құрбандыққа қалайын, қалғандарың шығыңдар, дейді. Ал Жихо болса, бұған қарсы болады. Топты бастап жүрген аға Жухиді ұрып, есінен тандырып, оны алып шығып кетеді. Осылайша топ мүшелерінің барлығы есіктен шығып кеткеннен кейін, ескерткіштер Жинуды өлтіреді. Мен өлгім келмейді. Жину өліп жатқан кезде,
Сіз батыл жүрек әлсізді жеңеді тапсырмасының барлық ережелеріне сай келдіңіз. Сізде ойыншы болу мүмкіндігі бар. Сіз бұған келісесіз бе деген жазу пайда болады. Келісемін деп айтқан сәтте денесінен жарық шашып, ұйқысынан оянған кезде ол ауруханада екенін біледі. Не деген жағымсыз, не деген қорқынышты түс деп отырған кезінде. Аңшылар серіктестігі деген ұйымның тергеушілері болып табылатын екі жігіт кіріп келеді. Олар жинуға, сен 3 күн бойы ұйықтадың. Жифу есінен адасып, психикалық ауытқу алды. Ал сол топты бастап барған аға қазір зейнетке шықты дейді. Шынына келсек, сені сол екінші порталдың ішінен, яғни есіктің ар жағынан, ес-түссіз, құрбандық шалатын орынның үстінде жатқан жеріңде тауып алдық, деп айтады. Мен сені жаңа супер қабілетке ие болды деп ойлаймын. Сондықтан, мына қабілетті тексеретін құралға қолыңды қойып көр дейді. Жину қолын қойған кезде ешқандай өзгеріс болмайды. Баяғыдай ең төмен деңгейде екені анықталады. Осылайша серіктестіктен келген тексерушілер қайтып кетеді. Менде бір жолым болмайды. Маған сонда супер қабілет пайда болмады ма? Әлде мен білмейтін бір қабілет бар ма деп ойлаумен болады. Сол сәтте, оның төбесінде өліп жатқанда көрген көк жазудың қайта шыққанын байқап қалады. Дәл сол кезде қарындасы кіріп келеді. Мен саған айттым ғой, аңшылықты ғой, сенің жарақаттанғаныңды көріп, қаншалықты уайымдағанымды білесің бе дейді. Басқа аңшылар жарақат алмайды ғой, тек сен ғана осылай жүресің, неге дейді. Егер сен тағы бір рет жарақат алсаң, мен университеттен шығып, жұмыс істеймін дейді. Ал Жину бұған келіспейді. Ол қарындасынан, мына көк жазуды көріп тұрсың ба деп сұрайды. Ал қарындасы, сен не, елес көріп тұрсың ба, қандай көк жазу деп жауап береді. Осылайша қарындасы кетеді. Сол кезде Жину көк жазуларда күнделікті тапсырмалар, деңгей көтеру тапсырмалары және өзінің деңгейі көрсетіліп тұрғанын көреді. Бұл жердегі тапсырмаларда күн сайын 100 рет тартылу, 100 рет отырып тұру және 10 километрге жүгіру жазылған. Төменінде күшті болуға дайындал деген жазу тұрады. Егер тапсырма орындалмаса, жаза күтіп тұрғаны ескертіледі. Сол сәтте уақыт аяқталады. Жаңа ғана ауруханада отырған Жину айдаладағы шөл далаға тап болады, ал алдынан өте үлкен бір жыртқыш шығады. 4 сағат бойы тірі қалсаң, бұл жерден құтыласың дейді. Осылайша Жину 4 сағат бойы сол жыртқыштан қашып, әрең дегенде уақытты өткереді. Осылайша ол күнделікті тапсырмаларды орындамаса, жазаның қаншалықты ауыр болатынын көргендіктен, күнделікті тапсырмаларды орындамай болмайтынын бірден түсінеді. Және де күнделікті тапсырмаларды уақытында бітіретін болсаң, сол күнгі барлық шаршау бірден басылып, бірден демалып алғандай күйде болатыны оған қатты ұнайды. Сондай ақ тапсырмалар уақытында орындалған кезде қозғалысы қатты артатынын, өте жылдам қимылдайтынын сезінеді. Бұл оған қатты ұнайды. Ол күнделікті тапсырмаларды орындаған үшін сыйлық ретінде бір жасыл түсті кілт алады. Біраз уақыттан кейін Жинудың ауруханадан шығатын уақыты келеді. Сосын ол ауруханадан шыққан бетте жасыл кілтті пайдаланып, бір портал ашады. Порталға кірген кезде оның метро ішінде екенін көрсетеді. Метроның терең қабатына түскен сайын мықты құбыжықтар шыға бастайды. Ол олардың барлығын жеңеді, және әр жеңген сайын оған деңгей қосылып отыратыны анықталады. Жину өте қатты күшейеді. Ол бұрын порталға алғаш кірген кезде өзі жеңе алмайтын ең төменгі дәрежелі деп саналатын гоблиндерді енді оңай жеңеді. Тіпті одан да қиын сайтан, қасқырларды бір соққымен ақ жеңіп отырады. Қазір менде қорқып тұратын уақыт жоқ. Мен бұдан бұрын өліп көргенмін. Енді менде қорқуға себеп жоқ. Мен шын мәнінде күшті болған сияқтымын деп ойлайды ол. Үлкен бір құбыжық жыланды өлтіріп дем алып отырады. Барлық құбыжықтарды жеңгеннен кейін, ол метродан, яғни порталдан шығып келген кезде, алдында бір әскерді көреді. Және біз Жинудың қолында бір сынған қылыш ұстап тұрғанын байқаймыз. Кешіріңіз, сіз аңшы емессіз бе? Иә, не болып қалды? Кешіріңіз, аға, мен сізге жол көрсетіп берейін. Жину не болып жатқанын толық түсінбесе де, әскердің артынан еріп жүріп, жан жағына қарағанда қираған ғимараттардың қирандыларын және құбыжықтардың денелерін көреді. Сөйтсе, дәл Сеулдың ортасында бір портал ашылған екен. Ол порталдан жын шайтандар шығып, адамдарға шабуыл жасаған болып шығады. Ал Жину болса, метроның ішінде шамамен 6 сағаттай уақыт өткізген екен. Бұл порталға келген аңшылардың барлығы өте төмен деңгейлі аңшылар болып, мұндағы құбыжықты жеңе алмай жатады. Мұнда отырған аңшылардың барлығы бір құбыжықты да жеңе алмай тұр. Ал Жину жан жағына қарап, жаңағымен шайқасқан құбыжықтармен салыстырғанда, бұл әлдеқайда әлсіз көрінеді, дейді де, қолындағы сынған қылышты құбыжыққа қарай лақтырып жібереді. Сол сәтте құбыжық өледі, ал айналада тұрған адамдар, не болып қалды, мұны кім өлтірді деп таңданыспен жан жағына қарайды. Осылайша келесі күні Жинудың қарындасы сабаққа бармақ болып, киініп жатқан кезде Жину ұйқылы, ояу күйде бөлмесінен шығып келеді. Сабаққа кеткелі жатырсың ба дейді ол. Сол кезде қарындасы ағасына қарап, аға, сіздің денеңіз қашып болып кеткен сияқты. Әрі бойыңыз да өскендей ғой, қалайша деп таңғалады. Көп сөйлемей, қолшатырды алып шық, кешіріңіз, аға, бүгін жаңбыр жауамайтын сияқты. Бірақ бұл қолшатыр ауыр екен. Көп сөзді қой, жиналмалы қолшатырдың ауыр болғанын қайдан көрдің? Жину осы кезде ғана өзінің денесінің өзгеріп кеткенін аңғарады. Дәл сол сәтте пәтер иесі телефон соғып, тезірек пәтер ақысын төлеңдер, әйтпесе үйден шығасыңдар.
Жинудың басқа амалы болмағандықтан, ол бір аңшылық топпен бірігіп, бір порталға кіруге келіседі. Бұл топтың басшысы Донсок есімді, түрі маймылға ұқсайтын бір жігіт болып шығады. Қалған аңшылар Жинуды көріп, «Әй, мынау әлемдегі ең нашар аңшы ғой» деп күледі. «Кешіріңіз, біз екеуіміз осы топтың ең нашарлары сияқтымыз. Мені Ю Джинхо деп атасаңыз болады. Мен де деңгейлі аңшымын. Жасым 22-де. Мен де сен сияқты мақсатпен келдім» дейді бір жас жігіт. Жину оның үстіндегі сауыттың өте қымбат екенін бірден байқайды. Бұл топ Жинуға қап көтеру жұмысын береді, яғни барлық құрал, саймандарды көтеріп жүруді тапсырады. Сол кезде жас жігіт Жинудың алдына келіп, «Уайымдама, мен сені қорғаймын» дейді. Бұл портал деңгейлі портал болып шығады. Мұндағы құбыжықтар алып қымырсқалар еді. Топ мүшелері қымырсқалардың барлығын жайратып салғаннан кейін, Донсоктың көзі қызарып, «Босқа келген жоқпыз, ақшаның иісі шығып тұр» дейді. Жину бір жамандықты сезіп, Жинхоға қарап, «Сенің үстіңдегі сауыт пен киімдерің бағалы ма? Бағалы болмаса да, сақ болғанымыз дұрыс» деп ескертеді. Порталдың тереңіне қарай өткенде, олардың алдынан өте көп түсті гауһар тастар шығады. Ал сол гауһар тастардың үстінде өте үлкен өрмекші ұйықтап жатыр екен. Топ мүшелері Жину мен Жинхоны алдап, сол жерге әкеліп, шығатын жолды жарып жібереді. Бұл өрмекші порталдың басшысы болып шығады. Олардың ойы осы екі әлсіз аңшыны өрмекшіге жем етіп қалдырып, өрмекші ұйықтаған кезде гауһар тастарды алып кету екен. Бұл жерден шығу қытты қиын емес, алайда жарылыстан кейін өрмекші оянып кетеді. Сол кезде Донсок, әлсіз екі аңшыны құрбан етіп, кейін қайтып келсек, тиімді емес пе дейді. Жинхо Жинудың алдына шығып, «Мен сені қорғаймын, менің артыма тығыл» дейді. Сол сәтте Жину, «Бауырым, шетке тұр, бұл аң менікі» деп, өрмекшімен шайқасқа кіріседі. Жинхо аң-таң болып, «Бұл қалай? Бұл әлемдегі ең нашар аңшы емес пе еді» деп ойлайды. Ұзақ шайқастан кейін Жину өрмекшіні жеңеді. Жинхо қатты қорыққаннан, бұрын арқалап жүрген барлық заттарын өзі көтеріп алады. «Кешіріңіз, аға, мен сізді қорғаймын деп ойлағаным қате болды. Енді сіздің айтқаныңызды орындаймын. Сіз менің қорғаушымсыз» дейді. Осы сәтте топ мүшелері қайтадан кіріп келеді. Бұл қалай болды? Екі әлсіз аңшы бірігіп, мұны жеңді ме деп таң қалады Донсок. Өрмекші үлкен болғанымен әлсіз екен деп ойлайды. Сосын ол Жинхоға қарап, «Мен сені жай байдың баласы деп ойласам, сен министрдің баласы екенсің ғой, бір ұсынысым бар. Қасыңдағы әлемдегі ең нашар аңшы Сон Жинуды өлтір, сонда бізге қосыласың». «Уайымдама, мұнда камера жоқ, портал ішінде болғанды ешкім білмейді» деп күледі. Сол кезде Жинхо балғасын алып, Жинудың алдына тұрады. «Келіңдер, шайқасайық, мен сендерден қорықпаймын, мен өз қорғаушымды қорғаймын» дейді. Сол сәтте Жинудың алдында көк түсті жазу пайда болады. «Кездейсоқ тапсырма алдыңдағы жауларды өлтір, тапсырма орындалсын». «Жарайды, егер жүйе мені пайдаланса, мен де жүйені пайдаланамын. Ал сендер аңшы болсаңдар, аң болуға дайын болыңдар, мен сендерді аулаймын» дейді Жину. Осылайша ол еш қиналмастан барлық жауларын жайратып салады. Кешір, мен саған бәрін беремін, алмастардың бәрін ал» деп жалбарынады Донсок. «Жаңа өзің айтпадың ба, портал ішінде болғанды ешкім көрмейді» деп дейді де Жину оны өлтіріп тастайды.